Атырауда өмір сүрген мен едім, қаңсырадым, қалмағандай сау жерім. Қалдау жетпейді ауа дәрменім, солдау көктей дәуренім. Баламыз бір жарқ етіп, ағып түскен шоқ жұлдыз ғой. Жарқырап, жалындап жүретін еді. Жүрегі таза, адамгершілігі мол. Сүлейменнің айта берсең, оның керемет қасиеті көп. Ардақты азамат, парасатты тұлға Сүлеймен Ибрагимұлы 1992 жылдың 24 тамызында Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласында өмірге келді. Ол жаздың тамылжыған күнінде дүние есігін ашып, әке шешесі Ибрагим мен Райханды қуанышқа бөліп, жарық сәуледей үміт сыйлаған еді. Бала Сүлеймен бауырларымен бірге тату-тәтті өмір сүрді. Кішкентайынан елгезек, талапшыл, ынталы болып өсті. Әкесі ойыншық алса, оны шашпай қоймайтын еді. Құрылысын көруге асық болды десе, анасы мектептен бір күнде қалмауға тырысатын тұғын деп, оның дара қасиеттерін еске алады. Біздің кейіпкеріміз Құлсарыдағы Сатыбалдиев атындағы мектепте білім алды. Белсенділігі мен үлгерімі үшін ұстаздарының сүйікті оқушысы еді. Сүлеймен сол кезден-ақ алыс көкжиек көгіне көз тіккен тұғын. Өте ақылды, зерек, білімді болды. Мектепте 4 жыл оқыды. Жиналысына баратын едім. Әр уақытта мен мақтанышпен есім алам. Жақсы оқушы деп ұстазы мақтайтын еді. Сүлеймен бастауыш мектепті үздік бітірген соң арман мақсаттың жолында шекара асты. 2003-2011 жылдар аралығында Түркия астанасы Анкара қаласындағы BAPS, яғни Билкент халықаралық мектебінде білім алды. Аталған оқу орнында Сүлеймен Ибрагимұлы өзін тәрбиелі, үлгілі қырынан көрсетіп, талантты өрен екенін дәлелдеді. Мысалы, Science Fair, Monesca, Кас, Трип сынды түрлі халықаралық көрмелерге қатысуы, мектеп оркестрінің үрмелі аспаптарында ойнауы, баскетбол, футбол сияқты спорттық шараларда белсенділік танытуы сөзімізге дәлел. Түйінде айтқанда Сүлеймен өте ақжарқын, қайырымды, қонақжай еді. Оны бірге оқыған достары да растайды. Мен Сүлеймен BAPS халықаралық мектебінде таныстым. Ол аталған оқу орнында кездестірген ең алғашқы досым болды. Сондай-ақ жаңа мектепке тез үйреніп кетуіме септесті. Достарымен таныстырды. Сүлеймен ерекше бір қасиеті қандай жағдайда да көмектесуге әзір тұратын және үнемі көңілді жүретін. Сүлей менің өмірімдегі ең ерекше жан. Анкарада жүргенде оның үйіне жиі баратынмын. Әрбір күнді бірге өткізетінбіз. Менің бұл өмірде бауырым санайтын 5 досым бар. Соның бірі Сүлеймен. Ол маған жақсы адам болуды, өмірдің қиындығына төзе білуді үйретті. Соңғы рет мектеп бітіріп, қоштасарда жақсылықпен жүздескенше деп айтып еді. Сол сөз әлі күнге есіме түседі, көзіме жас келеді. Sülo'nun hem ilk tartışmamızı hem son konuşmamızı da çok iyi hatırlıyorum. Сүлеймен айналасында достарының көп болған жақсы көретін, әзілін айтып көңілімізді көтеріп жүретін. Есінде қалғаны мектептегі футбол командасында екеуміз бірге ойнадық. Ол спортты өте жақсы көретін. Сүлей бізді Қазақстанға жиі қонаққа шақырып жүрді. Алайда жол түспеді. Енді міне қайғылы кезеңде келіп отырғанымызға өкінеміз. Сүлеймен менің жүрегімде мәңгі сақталады. Сүлеймен Ибрагимұлы халықаралық мектепті ойдағыдай тәмамдап, IGCSE және IB дипломын алып шықты.
Сөйтіп батыстың оқу жүйесіндегі ең озық дәрежеге қол жеткізген Сүлеймен білім шыңын одан әрі бағындырды. 2011-2015 жылдары Ұлыбританияның Эксетер университетінде бизнес-менеджмент мамандығы бойынша дәріс алды. Бұл оның кәсіпкерліктің қыр-сырына терең бойлауға мүмкіндік берді. Жоғары оқу орнында білгір Сүлеймен қоғамдық шаралардың да басы-қасында жүретін. Осылайша өзгелерден оқ бойы озық шыққан жас жігіт Эксетер университетіндегі Қазақстандық студенттер қоғамының президенті атанды. Сүлейменнің атап айтар қасиеттерінің бірі полиглот еді, яғни қазақ тілінен бөлек орыс, ағылшын және түрік тілдерінде еркін сөйлесетін. Көп тілді білу Сүлейменнің жұмыс кезеңіне игі әсер еткені сөзсіз. Ол кез келген шетелдікпен тез тіл табысып, жұмыстың ыңғайын реттей білетін. Самое главное удивляло, насколько он мог ужиться с разными нациями, с разными людьми, найти общий язык. Это, я думаю, достойные настоящего мужчина черты. Египеттің азаматы келеді, маған андай регистрациясының проблема болып жатыр да, визасымен. Мен именно сондай вопроста маған қатысты болды сол Ренессанста. Мен екеуін сөйлестіремін телефонмен. Енді ағылшын сөйлейтін кісі ғой. Екеуін сөйлескеннен кейін мынаның аты кім дейді? Аты Сүлеймен. Мен оны до того английский идеальный екен соншалықты дейді да, мен оны англичанин деп ойладым дейді маған. Этот молодой человек сейчас показывает себя очень замечательно во всех переговорных вопросах. Это очень важно, когда наши специалисты говорят на 3 языках одновременно и мыслят одинаково. Именно молодежь может подвинуть нас вперед, именно используя знания, именно полученные, которые получены за границей. Сүлеймен Ибрагимұлы 8 қырлы бір сырлы еді. Кішкентай кезінде әкесі Сүлейменді Ахметжан Қозыбаев есімді домбырашының тәліміне бергені бар. Кейін оның домбыраға әуестігі өнердің басқа қырына ауысты. Ахметжан марқұм өзі домбырада, мына гармонға жақсы бір өзінің сондай бір несі бар, жаңағы бір қабілеті бар. Сол ана Сүлейменді әуелі келгенде еркі ғой, барады ана диванға жатып алады. Ал мен енді жаңағы айтпаймын мына деп, сосын айтады, ая сосын сен мына домбыраны қазір тартсаң, ертең мына халықтың алдында саған көп жаңағы еліктеу керек қой, саған ақша береді, сыйлық береді десе, деп қалады дейді, жан-жағына қарап. Сол жанда тез жаңағы Сүлеймен үйреніп кетті дейді. Сосын ары қарай енді жасы мына бір музыкальный жаңағы мектеп дейміз ғой, сол мектепке қатысып, сосын ары қарай жалғастырып, өзінің бір жақсы жағын көрсетті. Ол мысалы караоке клубтарына барғанда жеке бөлмелерде емес, ортақ көпшілік отыратын залдарды таңдап, сол жерде өзінің тамаша қоңыр дауысымен, баритон дауысымен сондай ән айтқанды, халықтың өзіне қошеметін көргенді, сондай сезінгенді жақсы көретін. Тұманды Альбиондағы оқу орнын бітірген соң Сүлеймен Ибрагимұлы туған жері Атырауға оралды. Алғаш еңбек жолын Нефтестройсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясында оқшаулаушы қызметінен бастады. Кейінгі жылдары сырлаушы, құм бүріккіш, жоспарлаушы, сметалық іс маманы, аудармашы қызметтерінде болды. Ол жұмыстастарымен етене жақын араласты. Сыйластығы жоғары еді. Үлкенге ізет, кішіге құрмет білдіретін. Шетелде алған тың білімін туған жерінде жүзеге асыруға тырысты және сол мақсатына жеткендей. Қарапайым қазақ баласы да бәсекеге қабілетті, сауатты, білімді, қолынан барлық істің тетігі келетінін дәлелдей білді. Сүлейменнің ойға алған көптеген идеясы болды. Егер өмір қысқа қайырылмағанда ол бірқатар ұлы істерді жүзеге асырар еді.
тіпті үлкен басшы премьер-министр де болуы мүмкін еді. Мұндай деңгейге көтерілуге оның қарым-қауқары, күш-жігері, білім-білігі жететін. Ол өз ісінің кәсіби маманы деп айтуға болады. Қиын сәттерде тығырықтан шығар жол табатын. Мен Сүлеймен секілді білімді азаматпен жұмыстас болғанымды мақтаныш тұтам. Ол үнемі өзінің отбасы жөнінде айтып жүретін, әсіресе ағасының баласын, яғни інісін қатты жақсы көретін. Әлемнің 60 мемлекетінде болдым. Бірақ еріксіз таңдай қақтырар Сүлеймен секілді жасты кездестірген жоқпын. Ол НСС компаниясының болашағы үшін маңдай терін төге күні-түні еңбектенді. Мы достигли многое за 19 лет нашего существования. На сегодняшний день компания НСС имеет более 4000 сотрудников, 1000 единиц техники и более 10 производственных баз по всему западному Казахстану. Жаста болса, бас бола білген Сүлеймен Ибрагимұлы НСС компаниясында жұмыс істей жүріп, теңіз кенішінің жанынан бетон зауытының бой көтеруіне себепші болды. Алғашқы іргетасын қаласып жобасын түзді. Мұндағы бетон өндірудің барлық үдерісін толық автоматтандырды. Алайда зауыттың іске қосылу сәтіне көзайым бола алмай кетті. Бүгінде зауыт толық қуат күшіне жетіп, ТШО-ның 3-ші зауыты құрылысын бетон өнімімен толықтай қамтамасыз етуде. Осы жоспарды өзі алған кезде, осыны бәрін полностью автоматтандыру шетелдікіндей. Сол идеясын ол жеткізе білді. Бүткіл мына бетонный завод Қазақстан бойынша осы салған заводы нөмір 1-ші болып есептеледі. Мен өзі ұйымдастырып отырмын. Мен адаммен сөйлескенде, отырғанда, доклад отқанда, каждыймен отчет алып, каждыймен өзінің қабілетті бойынша сен не істедің бүгін, кеше не істедің бүгін, соның күндігін отчетін алып отыратын еді. Ол жатпайтын еді, түнімен ұйықтамайтын еді, газет оқитын еді, кітап оқитын еді. Осын ертеңгі план дайындап қояды, кернейлерін алады, ертең не істеу керек екен, бір кітабын ұстап, блокносын алып, ертең не істеп, бүгін ертеңгіні бүгін жазып қоятын еді. Не істеу керек, план құрады. Сүлейменнің қолға алған ерекше жобаларының бірі Дәулет индустриалды аймағы еді. Аталған кәсіпорын шоғыры аясында Дәулет нан зауытының салынуы тамақ өнеркәсібін жаңа сатыға көтерді. Нан және кондитерлік өнімдерді шығаратын өндіріс орнының қуаты мығым, ауқымы кеңдікке баланды. Оны зауыттың ашылу салтанатына келген облыс әкімі де айтып берді. Қазіргі таңда Атырау қаласында 13 наубайхана тәулігіне 33 тонна шығаратын болса, солардың ішінде 13-тің ішінде ең ірісі бұл 9 тонна шығарады тәулігіне. Бұл наубайхана тәулігіне 30 тонна шығаратын мүмкіншілігі бар. Наубайханамыздың болашаққа жоспары біріншіден ең жоғарғы сапалы бір нан шығару, өзіміздің Атырау облысының халқына. Содан кейін жайлап дамып жатса, оның облыстың сыртына шығып бүкіл Қазақстанға. Қазақстаннан кейін шетелге шығу мақсатымыз бар. Өзіміздің елбасымыз тапсырма бергендей, сол жайлап экспортқа шығатын болсақ, ол да біздің үшін жақсы бір жеткілікті, жақсы бір дәреже болады деп есептеймін. Сол нан зауытының ашылуында шаһар басшысы Нұрлан Асқарұлы өзі қатысып, баламыздың сөйлеген сөзін тыңдағаннан кейін апырмай, мынау өнім бір пайдаға сайынып тұрған, маған бір орынбасар болайын тұрған үлкен бір жақсы азамат екен. Өйткені шет тілін біледі. Ал өсігінде көптеген жастар шет тілін оқиды, орыс тілін оқиды, қазақша білмейді. Мына бала қазақша өте сайрап тұр, масқара жақсы екен деп кетіп еді. Дәулет нанның технологтарын ішіндегі кітаптар қарап оқиды, қоспаларын біледі ішіндегілерін. Каждый кітапты интересовать етіп, нелерін сорттарын біліп отыр. Соны маған айтып отыратын еді. Мен айтамын, сен қайдан оқыдыңсың? Кітаптан осыны көп оқып, үйде көп оқиым. Осылардың бәрін қараймын. Ертең менің бір алла сұрақ қалса, мен жауап беруім керек. Соған мен ұялып қалмау үшін мен көп оқуым керек. Одан мен артық болуым керек, 10 есе білуім керек. Артық деп айтып отыратын еді.
Осылайша болашағынан зор үміт күттірген Сүлеймен Ибрагимұлы кәсібінің нәсібін көрді. Ол ең алдымен халқына сапалы өнім ұсынды. Тауарынан сан түрлі арзан, қолжетімді болуына да басты назар аударды. Дәулет нан зауытынан соң макарон цехын ашып, ел игілігіне қарекет қылды. Сағатына 2 тонна макарон шығара аламыз. Оны күніне алатын болсақ, күніне 16 тоннадай шығады. Ал жылына санайтын болсақ, ол жылына 14 мың тонна макарон. Тек қана Атырау облысын осылай қамтау емес, макаронымен бірақ экспортқа шығу негізінде қарағанда. Қазір уже Астраханьмен сөйлесіп бастап жатыр, Астраханьдағы жұмысшылармен, кәсіпкерлермен сөйлесіп жатыр. Сол арқылы желеп Ресейге кіріп, сояқтан экспортқа тарату деген ойымыз бар, жалпы негізі сондай жоспарымыз бар. Я хочу использовать свои знания, свои навыки, свой опыт, скажем так, чтобы брать все плюсы, которые я видел за границей, и попытаться помочь своей стране достичь такой же уровень, такие же плюсы, которые в дальнейшем будут только развивать нашу страну. Жалынды жас кәсіпкер Сүлеймен Ағдрашевтің енгізген тың жобаларының қатарында шетелдік үлгідегі көлік жуу орталығы бар. Еуропа елдерінің тәжірибесінен алынған жоба жөнінде алғашында талай күмән күдіктер келтірілген тұғын. Алайда Сүлейменнің ойы асқақ, санасы сергек. Кез келген кәсіпті бастарда тәуекелімен сәттілігін таразының басына тартып бағамдайтын. Сенім алдамапты. Аз ғана уақытта көлік жуу орталығы атыраулықтардың сұранысына ие болып, әлеуметтік маңызы артты. Бір-екі рет айтып еді маған. Осы біздің қысымызда аяз соққан кезде қалай болады? Сонда айтқан Реке, көз қорқақ, қол батыр деп. Сонда жарайды жақсы, күліп жіберген көрерміз деп. Күні бүгін өздеріңізде көріп отырсыңдар, керемет сол, тым жақсы. Бұрын болмаған, көрмеген көлік жуатын станциясы жұмыс істеп отыр. Сүлейменнің келешек жоспарларының көптігі соншалық, оның тереңдігіне кісі бойы бойламайтын. Мысалы, өзі негізін қалап, кейін сәтті жүзеге асқан Суло кафесі қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын. Аурасы өзгеше дәмхана атанды. Кафе наубайханадағы бас аспаз Сербиядан арнайы шақыртылған. Европадағы, я болмаса, Америкадағы отырған кафеде сияқтысы. Бірақ соның өзінде тағамдары, тамақтары сондай бір керемет, үйдегідей пісірген. Бірнеше бизнестің тізгінін ұстап, оларды өркендете білген Сүлеймен Ибрагимұлы қайырымдылық жұмыстарға да бір кісіде ат салысты. Адал табысының бір бөлігін сауапты іске арнады. Облыстағы аз қамтылған топтарға, жетімдер мен қарттар үйіне, мүгедектер қоғамына, ДЦП ауруына шалдыққан балаларға айрықша көңіл бөлді. Ал Ақтөбе облысындағы Алға балалар үйінің түлектерін жұмысқа орналастырып, әлеуметтік көмекпен қамтығанын қалай айтпасқа болады. Сүлейменнің бизнестегі жетістігі мен азаматтық қайырымдылық ісі елеусіз қалған жоқ. 2016 жылы жылдың үздік жас кәсіпкері атанып, деңгей дәрежесі республикалық, облыстық, аудандық басылымдарда ұлықталды. Тіпті көршілес Астрахань облысының губерния журналына да басылып шықты. Әлбетте, аяулы азамат Сүлейменнің болашақтағы мақсаты жарқын еді, айқын еді. Болашақта мақсатым осы цехты дамытып, осы 1 гектар жерді бір индустриялық зона қылып ашу, онымен бірге бір 10 шақты бір цех ашу, соған қатар 2000 шақты бір жұмыс орындарын ашу деген мақсатпен болашаққа қараймын. Осылай бір адамда еліміздің дамуына талпынатын болса, Қазақстанның 30 озық елдің қатарына кіруіне толықтай сенемін. Сүлейменнің жұмыс істеу принципі де өзгеше еді. Батыстық прагматизм, тайм-менеджмент ұғымдарын енгізді. Ол өзінің қарамағындағы қызметкерлерге ерекше мән берді. Олардың мұң-мұқтажын проблемасында қабылдап, күрмеулі түйінді шешуге жұмыстанатын. Олардың көңілі сапаға әсер етеді деп айтып отырушы еді, жарықтық. Сүлеймен жұмысшыларына бұйрық емес, бағыт беруге талпынды. Барлығымен досындай сырласып, ағынан жарылатын. Осы орайда атасы Хамза Абдолла Сүлейменнің жұмысшыларға арнап үлкен асқана салып бергенін тілге тиек етеді. Бұл жігіт әкесінің айтқанына қарамай, папа, осы жерде қанша азамат бар,
аяйсың ба, солардың бәрі тамақ ішетін болсын. Қазір дос мемлекеттеріміз, шетелдің азаматы, біздердің бір-бірімізден айыратын ештеңеміз жоқ қой деп 1000 орындық асхана салып еді. Ол да соның еңбегі еді. Өткен жылы теңіз кенішіндегі қалашыққа оның есімі берілді. Аты ұлықталды. Бұл сол сәттерден көрініс. Сол Сүлеймен мәңгі есімізде сақталады, арғы қалай ел есінде қалады, ұрпақтан болашаққа қалады деген есеппен сол ұжыммен бәрін бірігіп осы қалашықтан, өзінің салған заводтан, жаңағы үлкен саябағын салдық Сүлейменнің атына. Енді ол естелік. Бүгін енді өзіңіз көріп атқандай қаланың да ішінде теңізде де жан-жақта сол Сүлейменнің бастаған жұмыстары қазір кәдімгідей көрініп тұр. Сүлеймен Ибрагимұлы кәсіпкерлік сферада жолы болғанымен, отбасылық ғұмырдың қызығын көре алмай кетті. Әке шешемнің қолын ұзартып, келін әкелсем, ұрпақ сүйсем деген арзу арманы орындалмай қалды. Кенеттен төнген ажал жоспарды тас-талқан етті. Мен 60 жасқа толғанда былтыр құшақ гүл әкеліп, апа, жақсы билейді екенсіз. Мен үйленем, үйленгенде билейсің ба деуші еді. Жаным, сен үйленгенде мен жалаң аяқ билеймін ғой деп едім, енді оған жеткізбей кетті ғой енді. Қайырылдық ақ сөйлейден орны толмас. Көнбеске қалласыне шара болмас. Бірақ сен мәңгесінде қаласың қалқың барда, қаларыңа ешкімде күмән болмас. Арман ғой адамдарды алға сырар, артыңнан терек болып талдар шығар. Орны бар оңалар деген бар ғой, ісіңді бауырларың жалғастырар. Ойламадық айырылам деп көзіңнен, байқатпадың бір ерекше төзіммен. Төзімділік берілген ғой дараға, даралығың о бастан ақ сезілген. Зиялы отбасының тәлім тәрбиесінен сусындаған Сүлеймен санаулы һәм саналы ғұмырында алдыңғы буын аға апаларын, ата әжелерін құрметтеп өтті. Олардың ақыл кеңесіне құлақ түріп, білмегенін сұраудан жалықпады. Мысалы, әжесінің 80 жылдық мерейтойында тебірене сөйлеген сөзі әлі күнгі ұмытылмақ емес. Өзіңіз келіп, шетелде оқып жүргенде, сол диплом алуға келіп, өзіңіз көріп кеттіңіз, батаңызды бердіңіз, сізге көп-көп рахмет. Сізге әрқашанда шексіз алғысымызды білдіреміз, немере ретінде. Неге десеңіз, менің артымда тұрған жігіттердің бәрі, қыздардың бәрі, немере жиендеріңіз, ішінде күйеулері бар, келіндеріңіз бар. Олардың еш қайсысы бұл жерде сіз болмасаңыз болмас еді. Еш қайсысы. Елінің аяулы азаматы, әке шешесінің асыл ұлы, ағайын туманың қимасы Сүлеймен Ақдрашевтің көктем ғұмыры көптеген туындыларға арқау болды. Бүгінде Кенжебек Тұманбайұлы Алматыда Сүлеймен атты 3 тілдегі биографиялық кітапты жарыққа шығарды. Сонымен қатар Жасын ғұмыр атты заманауи пьеса өмірге келіп, оның өн бойы Сүлейменнің тағдырына негізделген еді. Көрерменді бейжай қалдырмайтын қойылымды облыстық Махамбет атындағы Қазақ драма театрының ұжымы Түркиядағы Билкент мектебінде де сахналаған тұғын. Сөйтіп Сүлейменнің өзі оқыған оқу орнында еске алу кеші жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Қаншама жас осы егемен елдің еркін самалына кеуде тосып жүрген қапияда көз жұмып кетіп жатты. Қаншама жас таланттар осы елімізден байыз таба алмай шетелге кетіп жатыр. Ақыл ой кетіп жатыр. Содан айылып қалып жатырмыз. Бір ортақ образ қылып шығарсам деген ойым еді. Сол жастардың арман мақсатын, кейде өкінішін сол бір Сүлейменнің басына салдым. Бір әже қайыр сұрап жүрді, бірақ ешкім ақша бермеді. Ал мен қатты аядым. Әлгі әже осы күнгі жұрттан қайырым қашқан жетті. Аяп кеткен. Қалтамдағы барлық тиынымды апарып бердім.
Жарадың құлын шағым, ел жүреген жүрегіңнен айналайын. Маған қолыңды жай құлыным деп ұзақ батасын берді. Сосын ақшаның тілінен гөрі адамның тілін біл деді. Баламай, ер жетші, өмірдің өзі бәрін түсіндіреді саған. Анкарада өзінің білім алған оқу орнында ұстаздарменен бірге өскен жастардың, шәкірттің алдында оқу орнында қойдық. Артистеріміз барын салып ойнады сол жерде. Ал зал жылап отырды. Елін сыйлаған тау тұлға, Сүлейменнен қалған бір белгі, өзі тұтынған бұйымдар. Қазір бұл жәдігерлер үйінде көздің қарашығындай сақталған. Қол сағаты, көзілдірігі, қаламы өткен күндерден ерекше сыр шертеді. Әсіресе өзі сүйіп ойнайтын шахматтың тақтасы алыстан мен мұндалайды. Кезінде бұларды Сүлеймен қолданды, қазір ортада жоқ деуге көңіл сенбейді. Сенгісі келмейді. Әттең, ажалға тоқтам бар ма? Сүлеймен Ибрагимұлы беймезгіл өмірден өткенді тек ағайын тумалар ғана емес, қалың ел қабырғасын қайыстыра жылады. Мне есть с чем сравнивать Казахстан на сегодняшний день. И Казахстан, конечно, в 90-х годах, когда наши родители делали все возможное, работали и брали всякую работу, чтобы прокормить семью и обеспечить детей образованием и воспитанием. На сегодняшний день мне 25 лет, и как и нашей независимой стране, я могу с гордостью сказать то, что на сегодняшний день мои сверстники и мои ровесники добились очень многого. Они являются, как бы скажем, будущим нашей страны. Әлеуметтік желіде шетелдегі достары мен таныстарының, жұмыстастарының пікірлері жарияланды. За свою короткую жизнь он успел сделать очень многое и заслужил особое место в наших сердцах. Даулет Сагатай. Жұма күні постыма лайк басып, мне осында отырған сияқты болып көрінді. Сүлеймен, сен сондай керемет жан едің. Иманың саламат болсын. Айжан Хамид. Ұлтын шын жүрегімен жақсы көрген ұлдан айырылғанымызға жан жүрегіміз қанжылап тұр. Серік Идранов. Нет такого человека, о ком бы я мог говорить так высоко, как о Сулеймане. Джордж Галлифорд. Қарапайым, сүйкімді Сүлеймен, сенің ұялшақ күлкіңді жүрегімізде сақтайтын боламыз. Губерния журналы. Мен осындай арысымнан айырылғаныма қапалымын. Қайғының арты жарасын. Роза Ахметжанқызы. Почему он? Хотя бы дал бы короткое время, чтобы он успел создать свой очаг. Аслан Амангалиев. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда. Сен соны ертелеусіз қойған сияқтысың. Құттыгерей Смадияр. Сули был человеком мира. Мне очень не хватает тебя, мой друг. Ислам Абдрашитов. Очень жаль, что его звезда погасла очень рано, но искра этой звезды останется в наших сердцах навсегда. Айда Нурушева. Сүлеймен менің өмірімде комета сияқты ағып өтті. Әттең, өмірінің қысқалығын-ай. Шайхаддин Султанов. Адам бұл өмірге қонақ деген рас екен. 2017 жылдың ақпан айында ардақты да аяулы азамат, қазақтың қадірлі ұлы, бір тума тұлға Сүлеймен Ибрагимұлы Ағдрашев жарқын дүниемен мәңгілікке қоштасты. Адайдың тағы бір ұлы жер қойнына аттанды. Шоқ жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды. Бірақ атқарған еңбегі, жасаған жұмысы өшпек емес. Иә, ақпанның сол бір түні жас кеуденің жүрегін өзімен бірге алып кетті. Алайда ажал арынын қанша ашса да, оның нұр бейнесін өшіре алмапты. Көз жұмып,
кірпігін айқастырған Сүлеймен қайтып оянардай. Жатқан жерің жарық, топырағың торқа болсын, қадірлім. Бақи бол. Мен өмірімді басқа адамдар сияқты босқа өткізгім келмейді. Мен барлық адамдарға, тіптен әлі кездестірмеген адамдарым үшін де пайдалы немесе оларға қуаныш әкелгім келеді. Мен өлгеннен кейін де өмірімді жалғастырғым келеді. Сүлейменнің 2012 жылдың 17 маусымы күнгі Facebook парақшасындағы жазбасынан.